Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Нөлден үй салу жұмысы көріңіздер. Бұл осылай 12-де 13 үй. Қазір сейсмопоезд құюға келіп тұр. Арматурлар бәрі тоқылған. Мына жер главный ход. Алдыға неге 3 есік деп ойлап қалмаңыздар. Бір котельныйдың есігі, біреу терезе болады, полға дейін, потом фундаментке дейін. Мына жерде умальник қойылады, мына жерде шкаптар, сол жақта ванна бөлме. Мына біздің оң жақта кухня, мына жерлерде есік болады. Осыдан былай есептелген аяқ киім қоятын стол құруға. Содан кейін мына жерде кухонный гарнитурдың заттары тұрады, мойкасы бар, басқасы бар. Сол сияқты. Онан кейін мына жерлерде ванна бөлме, мына жерде канализация трубасы, ар жағында судың трубасы бар, ар жағы котельный, мына жерде жарты кірпішпен өріледі қабырға. Сол бөлінеді да, ар жағы бір кухня болады, не болады, спальня болады. Мына жағы котельный болады. Мына жерде арматурларды көрсеңіздер, нөлден бастап шыққан колоннаның арматурлары үшін шығарып сейсмопоездің арматурына тоқылған. Ол кірпіштердің өрілгеніне де қарап қойыңыздар, бір сызықтың бойында жатыр. Осылай үй салу. Мына жерде арка болады, мына жерге бетон құйылды. Ар жағы мына жерге төсек, шкаф, киім жинап қоятын шкаптар соғылады. Сол жақта бір спальня, оң жақта бір спальня, екі есік бір-біріне қарама-қарсы. Фундаменттің үсті жарты кірпішпен өріліп бөлінеді. Сонан кейін проекті ұнап жатса, нөлден үй салу, бұл фундамент нөлінен бастап барлық видеолары неде бар, YouTube каналда бар, Стройка Совети Лайфхак каналында. Арматурларды көрсетіп жатырмын. Нөлден шыққан арматур сейсмопоезға тоқылып, сейсмопоездің арматурына тоқылып, бетонға құйылып, полный каркас құрсаулап тастайды. Сол кезде жаңағы құдай сақтасын, жер қозғалысы болған жағдайда бұлардың көп көмегі болады. Арматур үйдің бәрін бетон мықтап ұстап тұру үшін. Мына жер зал бөлмесі осылайынан болды. 7-ге 4 зал. Мына жерде бір колонна бар, ол да нөлден шыққан. Мына жерде штраба көріп тұрғандарыңыз мына жағында. Бұл жерде 2-ге бөлінеді. Зал мен спальня. Мінекей. Мына жерде бір колонна шықты. Бұнда құйылып кетті. Полный. Одан кейін спальня бір бөлме. 4-ге 4. План керек көп жатса, осындай толығырақ жазсаңыздар көрсетуге болады планды. Есік терезенің астын ашып қойған, саз кіргізу үшін растворға. Одан кейін негізі стандарт 2 метр, 1,5-2 метр қалу керек көршімен, забормен. Үй тақалып салынбау керек. Пожарный ход дейді. Сондай заңдылығы сол. Өте тақалып салынса да көрші жалып айтса бұзуға тура келеді үйлеріңіз. Үй салынғанда дұрыс қарап салғандарыңыз дұрыс болады. Солайынан заборға тақап жерді экономдаймын деп салсаңыздар, ертең күні көрші айқай шығарып атса жылжытуға тура келеді үйді бұзып. Мына жерге арматурларды көрсетіп жатырмын. Сейсмопоезд енді апалып құрылады. Осы видеоның аяқ жағында апалып құрылғандары да бар видеолары. Мына жерге енді бір 30 мың кірпіш алдырдық. Енді соның 28 мың, 29 мыңдай кетейін деп тұр. 27 мың кетуі де мүмкін. Плюс-минус енді толық. Штук санам. Мына жерде холдың терезесінің асты кірпіш кіргізу үшін ашық қалған. Онан кейін қазір ненің апалып құрылған кездерін көрсетемін. Бұл жерде су жоқ, суды жерден қазу керек. Оған балканың шипірдің ағаштары апалып құя пайдаландық, фундамент құйған кезде. Ертең бұзып фундамент құюға құрастырған орнына салып жібереміз. Бәрін паретлеп, бірін жинап қойдық. Черный ағаштар балканың астына. Черныйдің ағаштары. Жылуды ұстайтын.
Мынау шипырдың ағаштары. Кришан ағаштарын мынадай байлап қойған дұрыс болады. Ертең кришан жатса алмай қаласың, қозғалып кетеді, пропеллер болып кетеді. Байлап қоймасаңыздар ауып кетеді. Сол үшін андай ағаш қойып арасына шипырың дұрыс жатпай қалады. 4-5 жерден ұзындығына қарай сыммен байлап қойған дұрыс болады. Мына жерде апалып құрылды сіздің неге сейсмопоездің апалып құрылып жатыр. Сыртқы жағына 2 қатар кірпіш өріледі. Бұл жақта бетон ылғал тартып көгермеу үшін әзірге мінекей ортаның апалыптылары бұл құрылып жатқан. Сырттың апалыпкысын қазір көрсетемін құрылғанын. Кірпіш өріліп тұрған кезінде көрсетемін. Видеоның аяқ жағында көресіздер. Мінекей орталарға енді құрылады апалыпкы. Орталар қабырғалар 25 см кірпіш өрілді, бір кірпіш. Мінекей сыртқы жағына осылайдан кірпіш өреміз. 2 қатар 16 см сейсмопоез құйылады. 2 кірпіш 16 см болады растворменен. 20 құйсаңыздар да болады. Енді өзіміз 16 жетеді деп біз 16 см құйып жатырмыз. Мына жерде мына бетон ылғал тартады да үйдің бұрыштары көгеріп тұрады. Сол үшін кірпішті сыртына өр жібереді осылайынан. Сол кезде кірпіштің үйдің іші көгермейді бұрыштар. Осылайынан апалып құрылды. Ертең бұйыртса осы сейсмопоездің бетоны құйылады. Осылай лайк басып пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Қолдап кетіңіздер. Лайк басып. Мінекей барлық үйдің планы көрсетіп жатырмын. Мінекей апалыптылары. Барлық жер апалып құрылып болды. Енді сыртқы жағына жарты кірпіш өріліп шықса, ертеңге дейін дайын болады құдай қаласа. Ертең бетон құю, сейсмопоездің бетоны, мына жер кіреберістің, мына жер кухняның үсті. Бұйыртса сейсмопоез бастап жатырмыз. Бетонын жасап, сейсмопоез құю керек. Біраз жерін құйып та қойдық негізі. Қазір көресіздер, бірінші 2 тас шайып алып, оның бетіне құрғақтай цемент салып араластыру. Мінекей түзулігі сыртқы бетінен 12 см жарты кірпіш өрілді. Алматыда көгеріп кететін болған соң, бұрыштар бетон тұрған жер көгеретін болған соң, сыртқы бетіне ызғарып тоқтату үшін кірпіш өрілді. Осылай кірпіш өрілістерде сым қалдырып кетесіз, бұл кришаны байлап етін. Анау сейсмопоез арматурына байланады ол. Сол кезде қаншалықты жел болса да кіріш ашып кету, ағаш қозғалып кету, сықырлау деген болмайды. Осының бетіне балқы жүреді ертең.